Петрушкадан пигменттик такка каршы маска. Алдымен петрушканы майдалап туурап, немесе блендерлеп аламыз. Жарты стакандай кылып алуу керек мөлшөрү. Onun üstüne 250 ml su kuyup, kaynagan su, yani ıslıkтай kuyamız. Бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз, тұндырып. Содан кейін 1 қасық сүт қосып араластырамыз. Сұйықтығын бөліп алып, бетімізді сол сұйықтықпен жуамыз. Түнге қалдырып қоямыз, бетімізді жуып. Ешқандай артынша жуудың қажеті жоқ. Қара тақты петрушка жақсы кетіреді.